барын алатын болсақ, ол жалпысы арнарас кішіге. Сол жақта бізге маған берейін деп бір странный морковка тұрады ғой. Сол жерде аш қалсам, біз шығын баласы. Перапсом оқынғады, ең алғаш бір ақпаратты алу арқылы емес, мынандай бір кішкене қызықты сюжеттер немесе мультиктерді көру арқылы. Ол жақта дәрігер болу керек. Алтынасың ба осы жол үшін? Иә. Сәлем достар. Біздің атымыз Тұрғанбек Мирислам. Және Тұрғанбек Зарина. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы жалпы біз 3 тақырыпты алып қарамақшымыз. Оның біріншісі жалпы балалар контенті. Біз балалар контентін алған кезде осы кәдімгі телевизорда беретін балапан телеарнасын алмақшымыз, яғни олардың дұрыс және бұрыс жақтарын ажырататын боламыз. Ең алдымен балапан телеарнасы жалпы жақсы жақтарын айтып шыққым келіп отыр. Менің ойымша бұрын барлығымыз білетін, яғни Қошқар мен Теке дейтін мультик болды, оны барлығымыз білеміз. Қазіргі кезде ол Қошқар мен Теке, яғни бұрынғы кезде оның анимациясы нашарлау болды, ал қазіргі кезде балапан телеарнасы, яғни қазақтар Қошқар мен Текенің анимациясын одан әрі жақсы қылып шығарды. Сонымен қатар оның сюжетін әрі қарай да қызығырақ етті. Менің ойымша, егер әрбір осындай қазақ мультиктерін әрі қарай жалғастырып, немесе тағы да басқа жаңадан мультиктер шығаратын болса, онда қазақ балаларының бойына осы біз кәдімгі адамгершілік қасиеттерін оңай жолмен түсіндіре аламыз деп ойлаймын. Жалпы негізінен баланың ойына түсіндіру үшін әртүрлі қасиеттерді осы мультиктермен немесе қызықты хикая сюжеттер арқылы баланың миына тезірек кіреді деп ойлаймын. Сол үшін сюжетті және де анимацияны жақсарту керек. Бұл балапан телеарнасының алғашқы плюсы деп ойлаймын. Және де балалар көретін телеарнасы мультиктер де ол 4-ші каналы. Ол жақта біз балалар көретін мультикте кейбір кезде балалар көретін мультиктарда бір қателер болады. Өйткені ол жақта бір қате мультиктарда прям кішкене креативный істемейді, просто аяқта адамдар ше өтірік сияқты. Бұрынғы заманда қалып қойған деп айтқым келіп тұр ғой, иә? Мен де солай ойлаймын. Тағы да айта кететін жайт, негізінен балаларға олар патриоттық сезімді беру үшін олар негізінен мәлімет, ақпарат беру арқылы жасағысы келеді. Алайда осындай патриоттық сезімді балаларға кішкентай кезінен болса беру үшін қызықты сюжет, оқиға арқылы беру керек. Сол кезде, мысалы, мен де кішкентаймын ғой, егер маған осындай бір сезімдерді үйрететін болса, онда мен ең алғаш бір ақпаратты алу арқылы емес, мынандай бір кішкене қызықты сюжеттер немесе мультиктерді көру арқылы мен өзіме пайдалы ақпаратты ала аламын деп ойлаймын. Және де мен ғана емес, кез келген адамда солай деп ойлаймын. Және біздің ютубтағы балалар, мысалы, көп ютуб шортысын көреді. Ол жақта қазақтар және басқа адамдар видео түсіреді. Сосын кейбір балалар, мысалы 4 жас или 3 жастар көреді ғой, сол жерде жаман видеолар шығуы мүмкін. Сосын олардың көздері ауырады, сосын миларына жаман нәрсе кіреді, ал жақсы нәрселер ауаға ұшып кетеді. Жақсы. Сонымен қатар менің айтқым келетін нәрсе, қазір кезде бүкіл әлемде танымал болып кетті ғой, ана My name is Чики дейтінші. Сол нәрсені қазақтар да қайталауға тырысады, чтобы көп просмотр жинау үшін, ал балаларға үйрету мақсатында олар ештеңені істемейді менің ойымша. Олар тек просмотр жинау үшін, яғни қаралым жинау үшін ғана жұмыс істейді. Сол үшін біздің негізгі қателігіміз ол басқаларға ұқсап оларды қайталау емес, негізінен жаңа нәрселерді ойлап табу болады. Егер жаңа нәрселерді ойлап табатын болсақ, онда біздің креативіміз творчествода одан ары қарай дамый береді. Сол себепті балаларға жаңа қызықты нәрселерді үйрету керек деп ойлаймын. Және де мен айта кетейін деп тұрмын, ол жақта ютубта сол жақта балалар көретін видеоларда кейбір адамдар қазақтар видео түсіреді, бірақ қазақтар оларды қайталағысы келеді қатты. Сол қазақтар бірақ қайталағысы келсе де бір аз просмотр жинайды. Сосын қазақтар кішкене ашулана ма, білмеймін, әйтеуір болды. Және мектептегі балалардың біз қалай оқитынын, және өзіміздің қалай оқитынын, және апай қалай сабақ беретінін айтайын деп тұрмын.
мысалы бізде кейбір оқушылар сабағын жақсы оқиды, 5-ке оқиды, кейбірлері 4-ке оқиды. Мысалы, бірақ басқа балалар 3-ке, 2-ке оқиды. 1-ге деген бола ма енді? 3-ке, 2-ке оқиды. Бірақ олар 3-ке және 2-ке оқып, өскенде төбелесіп, 11-ші класса тоже төбелессе, адамдар жаман болады. Бірақ 5-ке оқитындар өскенде қандай болады деп ойлайсың? Ол негізінен білімдің өзі адам қалай оқығанына байланысты ғой, бір жағынан ше. Яғни 5-ке оқитын болсаң, 2-ке, 3-ке оқитын болсаң, ол болашақта оның ішінде қандай қасиеттер болады, сондай адам қалыптасады. Енді мен саған сұрақ қойғым келіп отыр, қалай ойлайсың? Жалпы осы сабақ берген кезде мұғалімдер оны ойын түрінде жеткізген дұрыс па? Яғни әртүрлі сондай сабақтар, заданиялар болады, соларды ойын түрінде жеткізген дұрыс па? Әлде яғни қатал түрде, строго түрде, былай сабақ ретінде, мысалы, диктант, бақылау ретінде жеткізген дұрыс па? Қалай ойлайсың? Саған қайсысы оңай, қайсысы керек деп ойлайсың? Маған апай өзі ойын түрінде жеткізсе жақсы болар еді. Өйткені қатал болып өткізсе, бүкіл тапсырма істейтін жаттарымызды, мысалы диктант, бақылау дегендерді шатасып алатын едік. Мектептегі тамақ жайлы айтайын. Бұл жақта мектепте бізге мысалы бұрында тегін тамақтарға мысалы әртүрлі тамақ беретін. Ал ақша беретін тамақтарға ше, мен мысалы ақша беретін тамақ болған. Осы 2-ші класста. Сосын сол жерде бізге күнде каша беретін. Ол жерде кашаның дәмі жаман болса да, күшті болса да біз құсқанша жейміз да, бірақ біз басқа тамақ жеуіміз керек. Бірақ бұрында бізге осы тегін тамақ болмаған кезде ше, каша жейсіңдер ма деген кезде біз қолымызды X көрсетеміз. Қайтып көрсетесің өзіңді? Есту. Сол кезде X көрсеткен кезде бізге пицца әкеп беретін. Ұнай ма ол сендерге? Иә. Бірақ пицца адамның асқазанын ауыртады және құртады. Сол үшін каша жеу керек, бірақ кашаны қатты слишком көп жемеу керек сияқты. Бірақ енді мен тегін тамақтарды айтайын, тегін тамақтар оларға мысалы сорпа, гороховый суп дегендер береді ғой. Иә. Соларды береді ғой. Сол жерде береді. Бізде болған кезде солар беретін. Кейбір кезде бірақ каша беретін да. Бірақ сол кезде біз 3-ші классқа өткен кезде бәріміз тегін тамақ болатынбыз. Сол кезде тегін тамақ болған кезде кейбір тамақтардың ішінен тірі шыбын шығады. Маған палау берген да. Ақ палау. Сол жақта маған берген кезде бір странный морковка тұрады ғой. Сол жерде ашқасам бір шыбынның баласы ғой. Кәдімгі тірі шыбын. Иә, сосын мен сақ қаламын, ұшып кетеді ғой. Айттың ба сен оны апайына? Бірақ тамақпен бірге ысып кетті ғой, короче. Еще кейбір мен тағы да достарымда, кейбір балаларда мысалы сорпа, макарон дейік. Жәнелке деген қыздан құмырсқа шыққан. Бұл негіз тегін тамақтан бөлек кәдімгі асханадағы тамақты да айтуға болады да. Яғни асханадағы тамақтың мен қымбаттылығын айтып жеткізе алмаймын. Мен көп бара бермеймін асханаға. Себебі ол бір рет асханаға барса, мысалы қарның ашып барады, полный мысалы 500 теңгемен барсаң, соның жартысын жеп қояды. Жалпы 500 теңгені мысалы көп рет жаратуға болады ғой, если басқа жерден алатын болсақ. Бірақ бір мектептегі асханаға барған кезде ол сенің почти полный ақшаны жеп қояды. Сол үшін менің ойымша егер мүмкіншілік болса, үйден жасап келген дұрыс. Себебі бағанағыдай айтып отыр ғой Нұрислам, шыбын шығып қалады немесе тағы да басқалар. Ол біріншіден адам денсаулығына зиян, екіншіден бұл қымбат. Сол үшін осы мәселені де дұрыстап қарастыру керек бағанағы асханадағы тамақтың қымбаттылығын. Және мен айта кетейін, балалар сабақтан қайтар кезде Қытайдың заттарын жейді. Сол кезде жеген кезде Қытайдың заттарында жаман заттар болады, ашты заттар болады. Соны балалар жеген кезде, мысалы аналар ақша береді, нормальный зат ал деп ше,
йогурт дегенде. Иә. Бірақ олар сол ащы затқа құртады. Кейбір балалар олардан уланып отыр. Және біздің мектептен шығар кезде магазин тұрады да. Сол жақта бір бала чипсы алады ғой, сыртында аюдың суреті. Сосын ішіне аш қалған кезде өліп қалған тышқан жатыр. Мектепке жіберген ана суреттегі. Иә. Шын айтып отырсың ба? Жалпы осы қалыптасқан ғой, 5 қиянат жасау деп ше, адам жалпы жасайтын бір 5 жаман қасиет бар да, соның ішінің біреуінде қиянат жасау дейтін бар. Қазіргі кезде адам біреуге ғана қиянат жасамайды, сонымен қатар өзіне де қиянат жасайды да. Ол қалай? Мысалы, мектеп оқушыларын алатын болсақ, ол жалпысы арнарас кішігет. Ол дегеніміз не? Ол адамның өзінің біріншіден денсаулығына, екінші өзінің өміріне қиянат жасау болып саналады, солай ма? Иә. Сол үшін бала кезден бастап бұндай жаман нәрселерден алшақ болу керек та, сол кезде адам өзіне қиянат жасамайды. Екіншіден тағы бір қарайтын мәселе, қазір кезде сабақта балалардың телефон көріп отыруы ғой. Мұғалім түсіндіріп жатады, бірақ адам бала оны тыңдамайды, просто так телефонға қарап отырады. Мен сол кезде түсінбеймін, бір рет мен класста айтып қалдым да, неғып телефон көріп отырсыңдар деп ше. Сосын олар айтады, біз осыған уже тәуелдіміз дейді. Мен аналарға таң қалдым, как это деймін. Сосын барып олар маған просто тәуелдіміз дейді. Сол үшін адам өзіне бала кезден бастап қиянат жасамау үшін тырысу керек. Сендердің класстарыңда телефон көріп отыратын адамдар бар ма, әлде барлығы сабақ тыңдай ма? Жартысы сабақ тыңдайды, жартысы телефон көреді, елу ғой. Апайларын оны байқай ма, телефон көрмей? Апай шығып кетеді ғой, сол кезде бәрі телефон көреді. Сен де көресің бе? Сен де көресің бе? Мен райдер ойнап отырмын болды. Жарайды. Сен де ойнайсың. Жоқ, үйде ғой. Ол неге байланысты, мысалы, сабақта телефон көріп отыру ше? Ол мұғалімнің сабақтың қызық емес өте. Мен айта салайыншы, өзі оқушылар жамандап отырып, өзі үйде райдер деген ойын ойнайды. Ол неге байланысты? Ол мұғалімнің сабақтың дұрыс, яғни қызық емес беруіне байланысты ма? Әлде просто балалар қызық оны тыңдағысы келмей ма? Қалай деп ойлайсың? Мен балалар, балалар дейтіндей, мынандай қыздар, мынандай ұлдар дейтіндей оқушылар, кейбірлер мысалы қатты сабақ оқысы келеді да, солар тыңдайды. Ал кейбір оқушылар тыңдағысы келмейді да, прям айтайыншы, прям. Саған да сұрақ қойсам бола ма? Қойыншы. Жақынырақ айтыршы. Осы сен телефонға райдер ойнайсың ба? Шынымды айт. Я ойнаймын. Тағы да көп ойын ойнағансың ба? Жоқ, мен осы Қанша ойын ойнағансың? мына Нұрислам дейтін бала маған райдер деген ойын жазғызды да, одан кейін барып у меня появилась зависимость. Тоқтаңыздаршы, мен оған прям зависимость болуға айтқан жоқпын ғой, мен просто жазып ала салса дедім ғой. Бірақ мынау мен тыңдады да жазып алды ғой. Ты же меня заставил. Мен заставить еткен жоқпын. Шынымды айтайыншы. Енді сөйтіп райдер дейтін ойын жазып алдым да, енді қайттан өшіріп тастадым. Бірақ мен енді кішкентай кезімде демей ақ қояйын, бір 1-2 жыл бұрын Майнкрафт, GTA дейтін бәрін ойнадық қой. Бірақ оның менің ойымша сол GTA, Майнкрафт дегендердің қазір кезде менің адам басқаша бір тұлға болып қалыптасуыма именно сол Майнкрафт, GTA-лардың пайдасы бар деп ойлаймын. И менің осы өмірімдегі басты қателігі осы 7-ші класста Милая Пони көріп шықтым. Ойлаңыздаршы, 12 жаста, 13 жастағы қыз 1 жыл бойы Милая Пони көріп шықтым да. Бірақ мен соны... Тоқтаңыздаршы, мен айта салайын. Маған Милая Пониді заставить етеді. Сол пониді көргенім ол мен үшін қателік болып есептеймін да. Яғни мен 1 жыл уақытымды босқа жіберіп алдым деп ойлаймын. Бірақ кейбір кезде ойлаймын, может осы пониді көріп жүргенім өзі маған қателік болмады да. Себебі каждый нәрсенің өзі бір пайдасы болады дейді ғой. Сол пони арқылы может мен көп нәрселерді үйрендім. Осы жазда мен қатты өзгеріп кеттім, яғни жестко өзгеріп кеттім. Сен өзгердің ба? Осы күнге дейін бір сюжетті или бір мультикті көру арқылы өзгердің ба сен сонда мен сияқты? Мен шынымды айтайын, қатты өзгерер. Катя Макс көресің әлі. Тоқтаңыздаршы, мен айта салайын. Және де мысалы үлкен қыздар темекі шегеді. Мысалы мысалы 13 жасты қыздар бетіне мысалы апай темекі шегеді. Аннарасы шегеді. Я не помню такой. Айтып едім ғой бұрында. Я жақсы әңгімені бастады.
ол қоғамдағы бағанағы мәдениетсіздік пен тәртіпсіздікті айтады ғой енді ше, соны қалыптастырады да. Мен биге барған кезде сол менің биден беретін, яғни хореограф апайым менің көзім алдында ана раз кішеге отырды. Біз бұны қалай түсінеміз? Бұл адамның өзінің тәртіпсіздігі мен тәрбиесіздігіне байланысты ма, әлде жалпы қоғамның осылай қалыптасып кеткеніне байланысты ма? Сен бұндай әңгімені сосын қаяқтан білесің? Өйткені сен үйге келесің да, сабақтан бүкіл өсегенді айтасың. Осы бидің бүкіл өсегенді айтасың. Болды. Сен өтірікшісің. Достар, осымен бітірсек, соңғы жаңа жылды бір құттықтап жіберіңіздер, бітірейік сонымен. Туған күніңіз жаңа жыл құтты Бірге отырыңыздар, Нүсіпқа қарай жақында. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылда бәрі тыныш өмір сүрсін. Мысалы, салют айтқан кезде біреулердің қолдары сынып жатыр. Біздің осы странный моменттерімізді ойларыңызға сақтап, кейін ата болған кезде достарыңызға айтасыздар. Каналға подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар. Және миллион лайк жинаңыз.